Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ешқандай миксерсіз, жұмыртқасыз, ешқандай майсыз дайындалатын өте дәмді торт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз. Сосын какаоны да електен өткізіп қосамыз. Үстіне қопсытқышты, қантты салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Құрғақ ингредиенттердің үстіне ыстық сүтті қосып, тез-тез біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде біркелкі шоколадты масса пайда болу керек. Енді бұл массамызды формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа қантты, ұнды, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Бұл массамыздың үстіне кішкене сүт қосып жіберіп, тағы да араластырып аламыз. Дайын массамызды ыстық сүттің үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын бұл массаны баяу отқа қойып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Қоюлығы осындай болуы керек. Енді піскен бисквитімізді алып, екіге бөлеміз де, ортасына суыған кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Торттың бисквитін міндетті түрде толық суытып алғанымыз жөн, немесе ортасы қамыр болып қалады. Тортты өздеріңіз қалағандай етіп сәндеуге болады. Мен осылай үстіне шоколад құйдым да, бетіне қалған кремді узор қылып жағып шықтым. Немесе үстіне езілген жаңғақты сепсеңіздер болады, кокос жаңқасын сепсеңіздер болады. Кім қалай ұнатады, солай жасай беруге болады. Бұл тортты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Раушан.